Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 188 бабының 4 бөлігінің 3 тармағымен 288 бабының 1 бөлігімен 287 бабының 3 бөлігімен сотталған Радик Борисовичу Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 192 бабының 4 бөлігінің 2 тармағымен 287 бабының 4 бөлігімен сотталған Жасұлан Нұрғазыұлы Сапарбековтің Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 192 бабының 4 бөлігінің 2 тармағымен сотқа берілген Ербол Алиевич Құсайыновтың Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 192 бабының 4 бөлігінің 2 тармағымен сотқа берілген Дәурен Әсембековтің Қазақстан Республикасы Қылмыс кодексінің 297 бабының 4 бөлігінің сотқа берілген Нұрсұлтан Қанатұлы Әбдіұлықтың қылмыстық ісін бас сот талқылауын 24 қазан 2016 жылы Алматы қаласы Алматы облысы бойынша департаментінің ла 155 мекемесінде тағайындалсын. Басты сот талқылауға сотталушылар, қорғаушы, мемлекеттік айыптаушы, жәбірленушілер шақырылсын. Осымен алдын ала сот отырысын аяқталды. 24 сағат 10-да. Сағат 10-да. Басты сот талқылауы. Отырыңыз.